Кеше қызымен бірге алғаш рет Технофестке бардық. Өткен жылы адам көптігіне сағаттап кезекте тұрып, ішке кіре алмай кері қайтқан едік. Сол үшін биыл әдейі аптаның ортасын таңдадым. Технофест 2023 жылы әлемдегі ең көп адам жиналған авиация, ғарыш және технология фестивалі ретінде әлемге рекорд орнатқан болатын. Тек қана Стамбулдың өзінде 2,5 миллион адам қатысты. Бұл көрсеткіш Лас-Вегастағы GIC мен Барселонадағы MIUC сияқты ірі көрмелерден де әлде қайда жоғары. Биылғысы ерекше әсер қалдырды, себебі біз алғаш рет қатыстық. Тіпті іс-шаралардың 3-тен 1-ін ғана көріп үлгердік, себебі көретін нәрсе өте көп. Технофестиваль жай ғана жарыс емес, жастардың жобаларын кейін шынайы стартаптарға, медицина, ауыл шаруашылығы, энергетика, қорғаныс сияқты салаларға қолданатын технологияларға айналады. Шын мәнінде болашақ ғалымдар мен өнертапқыштардың ордасы десе болады. Ең қызығы, қатысушылардың балаларға қарым-қатынасы қатты ұнады. Үлкен жобалардың иесі болса да, олар 5 жасар балаға менсінбей қарамай, оның тілін түсіндіріп, қызығушылығын оята білді. Қызым соңында риза болды. Қатты шаршасақ та бүгінде тағы барайық деп қиғылық сарылып отыр. Стамбулға баруды жоспарласаңыз, дәл осы күндерге жоспарласаңыз болады. Себебі Технофестиваль жыл сайын болады, тек даталары өзгеріп отырады. Кіру ақысыз. Балалардың міндетті түрде көру тиіс шара. Биыл көрші Өзбекстан мен Қырғызстанда стендтері өте ұнады. Әсіресе Өзбекстан павильоны өте әсерлі дайындалыпты. Туризмді таныстыруға керемет мүмкіндік десе болады.